Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге керемет болып шығатын өте дәмді салат дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттар: сыр, суға піскен 2 дана жұмыртқа, 1 картоп, 1 сәбіз және тұздалған қияр, суға піскен тауықтың төс еті керек болады. Ең алдымен сырымызды үккіштің ең майда бөлігінен өткізетін боламыз. Міне, осылайша барлығын өткізіп аламыз. Және бос ыдысымызға дайын сырды осылай орналастырып, бөлек аламыз. Және осылай сәбізді де кезеңмен осылай өткізетін боламыз. Міне, сәбізде дайын болды. Оны да бөлек алып қоямыз. Келесі суға піскен картопты да дәл осылай үккіштің ірілеу жағымен өткіземіз. Себебі езіліп кетпес үшін. Міне, оны да жайғастырып алдық. Келесі жұмыртқамызды да осылай үккіштің майда бөлігінен өткізіп аламыз. Міне, дайын жұмыртқамызда. Ал енді суға піскен тауық етін қолмен майдалап турап алатын боламыз. Міне, осылай майда етіп турау қажет. Осылайша етімізді де турап алдық. Енді оны бос ыдысқа осылай жайғастырып аламыз. Келесі бізде тұздалған қияр. Оны да осылай майдалап турап алу қажет. Міне, дайын болып қалды. Оны да бос ыдысқа осылай барлығын жайғастырып аламыз. Осылайша салатымызға қажетті заттардың барлығын жеке бос ыдыстарға орналастырып алдық. Міне, барлығы да дайын. Ал енді бос тарелкемізді аламыз да, оның үстінен мен осылай үйдегі кішкене банканы тауып алдым да, осылай орналастырамыз ортаға. Ал енді қажетті заттарды ретімен орналастыратын боламыз. Ең алдымен тауықтың етін осылай айналдыра салып, реттеп, үстінен майонезді осылайша жағып шығатын боламыз. Барлық жеріне айналдыра жағып алу қажет. Ал енді оның үстінен піскен картопты орналастырамыз. Айналдыра, реттеп, жан-жағын үстінен кішкене басып отыру қажет. Мен картоптың үстінен кішкене ғана тұз септім, дәміне қарай. Оны да үстінен майонезбен жағып айналдырамыз. Ал картоптан соң сәбізді орналастыратын боламыз. Міне, осылайша айналдыра сәбізді орналастырдық және оның үстінен майонезді тағы да жағып шығамыз. Сәбіздің үстінен тұз себудің қажеті жоқ. Ал одан соң тұздалған қиярды орналастырамыз. Мен картопқа ғана септім, басқа сеппедім. Осылай қиярды орналастырып алдық және оның үстінен тағы да майонезді жағып аламыз. Осылайша барлық жеріне майонезді жағып алдық. Ал енді піскен жұмыртқамызды орналастыратын боламыз. Жұмыртқаны да дәл осылай орналастырып аламыз. Жан-жағын реттеп алсаңыздар болады осылай. Ал сосын тағы да майонезді жақсылап жағып алатын боламыз. Енді ең керегі сырды орналастырамыз. Сырдың үстінен басудың қажеті жоқ. Осылай жай ғана реттеп, үстінен сәндеп орналастырсаңыздар әдемі болады. Осылай сырды әдемі етіп орналастырамыз және жан-жағын реттеп, тегістеп аламыз осылай. Міне, салатымыз да дайын болды. Өте керемет болып шықты. Дәмі де өте дәмді, керемет, нәзік салаттардың бірі, мужской каприз. Және кез келген мерекелік дастарханның сәнін келтіретін салат. Егер де дәл осы видео ұнаған болса, төменге пікір жаза отырыңыздар, лайк басыңыздар және осы Гүлнұр Ақберді каналына тіркеліңіздер. Ас болсын!